Қазақтың алтын аңызы Оспан Батыр жайлы бұған дейін шетелдерде көптеген шығармалар жазылды. Батырдың күрескерлік даңқы туралы дастандар өмірге келді. Европалық ғалым Линда Бенсон қаһарман атамыз жайлы Қазақтың алтын аңызы дейтін көлемді еңбек жазыпты. Онда Оспан Батыр өзінің бұрынғы өткен бабалары Шыңғыс хан, Әмір Темірлер сияқты аса құдіретті қолбасшы. Егер ол орта ғасырда өмір сүрген болса, сөзсіз әлемді жаулайтын жиһангер болар еді депті. Сол сияқты ағылшын ғалымы Godfrey Elias өзінің Гескоп жауыздық атты көлемді еңбегінде Алтай қазақтарының көтерілісі және Оспан Батырдың ерлігі жайлы тамаша танымдық дүниелер жазып, күллі тұманды Альбион елін құлағдар еткен екен. Одан басқа 1954-55 жылдары америкалық журналист Милтон Кларк Кашмирге келіп қоныстанған қазақтардың ортасында бір жыл болып, Алтайда өткен көтерілістің тарихы жайлы ақштың баспасөздеріне көп сериалды мақалалар жазған. Соның арқасында Кашмирде босып жүрген қазақтарды Түркияның көшіріп алуына мұрындық болған. Бұдан басқа 1960 жылы Оспан Батыр туралы түрік ақыны Гемол Оғыз Окал көлемді дастан жазыпты. Жоқта дүниеден өткен түркиялық қадірлі ақсақал Дәлелхан Жаналтай атамыз Оспан Батыр және сол кездегі оқиғалар туралы қилы заман, қиын күндер дейтін кітап жазды. Онда көп мәлімет бар. Одан басқа Хасан Өралтай ағамыз жазған Шығысты дүрліктірген дара тұлға атты көлемді еңбек көптеген шетел тілдеріне аударылды. Қысқасын айтқанда, Оспан Батыр туралы алғашқы деректер әлемге 1960 жылдардан бастап Түркия қазақтары арқылы тарады. Өйткені Батырмен үзеңгілес жүрген, тіпті ол кісі қолға түскенге дейін қасында болған адамдардың көбі Түркияға көшіп келген болатын. Соның бірі Нұрғожай Батыр. Бұл адам 1950 жылдың шілде айында аса қуатты жаудың шабуылы кезінде жан серігі Оспан Батырдан айырылып қалған. Батыр қолға түскенін білген соң елін бастап Үндістанға өтіп кеткен. Нұрғожай 11 жасында Батыр атанған адам. Жалындап жатқан отқа тай салмай кіріп барып, өртке оранған анасы мен қарындасын алып шыққан. 1970 жылы осы Нұрғожай Батырға түріктің ғалымы Гүлчин Чандырлоғлы жолығып, бастан кешкен оқиғаларды айтып беруін өтінген екен. Батыр барлық оқиғаларды айтып берген. Бұл айтқандары соңында Стамбул қаласында түрік тілінде жеке кітап болып баспадан шықты. Көлемі 230 бет. Өкінішке қарай осы кітапта бірқатар адам аттары мен жер су атаулары қате жазылған. Кітапты жазған ғалым қазақ тілін, Нұрғожай Батыр болса түрік тілін жетік білмегендіктен орын алған жағдай сияқты. Нұрғожай Батыр осы бір ауызша айтқан еңбегін бір адамдар арқылы хатқа түсірген. Қолжазба 1986 жылы Батыр дүниеден өткен соң оның қара шаңырағындағы қара сандықта жата берген. Арада 20 жылдан кейін 2006 жылы қолжазба зерттеуші ғалым Әбдуақап Қараның қолына тиген. Қолжазба жеке кітап болып жарық көріп отыр. Осы жазбада алғаш көтерілісшілер бас қосып, азаттық үшін ант қабылдап, атқа қонғаны жайлы былай баяндалыпты. Молда алғызып бүкіл сарбазға Құран оқыттық. Бұл 1940 жылы наурыз айының 19-ы болатын. Дәл сол күні жылаған қатын баланың дауысы әлі күнге есімнен кетпейді. Бүкіл Алтай тауы иман айтқандай дүр сілкінді. Сартоғайдан Жетаралға дейін көсіле ағып жатқан Бурылтоғай өзені ақ қырау мұз жамылып, ормандарды ақ сүңгі тұман басты. Шалқая сырғып ағып жатқан Қош Шіңгіл өзені де аза білдіріп тұрған сияқты. Ит олып жылқы атаулы қыл-құйрығын сүзіп, алда болатын ауыртпалықтардың барлығын көз алдымыздан өткізіп жатты. Біз тәуекелдің атына міндік. Ессіз жатқан қазақ біз, құрып алған мемлекетіміз жоқ, жинап қойған қорымыз жоқ, салып қойған қаламыз жоқ. Жаратқан Құдай бізге экономикалық табысты да жазбаған екен.
Біздің бар байлығымыз 4 түлік мал. Біз осылай майданға кірдік дейді. Енді Қытай әскерлерімен кезекті соғыс жайлы кітапта күні бойы атыстық. Жау алдырмады. Ақшамнан кейін ұран салып төбенің 4 жағынан бірақ қоршадық. Жауды түгел қырдық. Бір адам ғана қашып құтылды. 35 атар, 300 түйе және әскердің азық түлігімен киім кешегін қолға түсіріп алдық. Сонымен қатар 1000 әскери жабдық қолға түсті. Осы жерде бүкіл ел бастықтары жиналып кеңес ашып, соғыс комитетін құрдық. Соғыс комитетіне 3 адам, Рысхан, Есімхан, Кәдірбай бастық болып сайланды. Әскери азық түлік дайындауға Ақтеке, Ноғайбай салық белгіленді. 4 жақты қорғайтын 400 адамдық қарауыл әскерлер белгіленді. Оң жақ қарауылды Сүлеймен Батыр, сол жақ қарауылды Мұса Мерген, артқы шеп қарауылды Шамғон Мерген, алдыңғы шепті Үмітбай мен Қаһарман Мергендер басқаратын болды дейді. Осылай серттескен сарбаздар соғыс басталған 4 айда ірілі ұсақты 47 шайқасқа түсіп үлгерген. 4 айдың ішінде Қытай армиясының 7000-нан астам әскерін қырып тастаған. 4000 түйе, 7000 ат, 7000-нан артық әртүрлі қару жарақ олжалапты. Оспан Батыр болса 14 адамды бастап барып, Қарақора қарауылында тұрған 1 батальон орыс әскерін қырып тастап, 1700 түйені жүгімен қолға түсірген. Тарих үшін айта кеткен орынды болар. 1945 жылы Оспан Батыр Алтай өлкесін Қытайдан толық тазалап болып, жеке дара қазақ мемлекетін құрып жіберейін десе, мына жақтан кеңес елі келіп киліккен. Оспанға жеке мемлекет тұрғызып қойып, қарап отыратын кеңес елі жынды емес. Алтай аймағының билік басына Қазақстаннан сатқын қазақтарды әкеліп отырғыза бастаған. Оспанды жойып жіберу үшін кеңес одағы Екінші дүниежүзілік соғыста немістермен шайқасып әбден шыңдалған жауынгерлерін әкеліп Оспанға қарсы салған. Осындай бір кезекті соғыс туралы кітапта генерал Банкені 10 адаммен оңашада атып тастадық. Соңғы Ышқынты шайқасында генерал Разборов өлтірілді. Соңғы бітімде орыстар генералдарының басын сұрады. Генерал Банкенің сүйегін бердік, Разборовтың сүйегін бермедік. Өйткені ол соғыс қылмыстысы еді. Көктоғайдағы орыс елшілеріне Рысхан, сендер 1937 жылы атып өлтірілген Әлихан Бөкейханов пен Ахмет Байтұрсыновтың басын әкеліп беріңдер. Сонда біз генералдың басын береміз деді. Сөз сонымен тынышталып қалды деп жазыпты. Осылай 1945 жылдан кейін Оспан Батырға қарсы жаңадан орнаған Шығыс Түркістан Республикасының армиясы, Кеңес одағы тарапынан барған әскерлер Моңғолияның арнаулы бөлімдері 3 жағынан тықсырды. 1947 жылға дейін 3 елдің әскерімен алма-кезек соғысқан Оспан алдырмай қойды. Алтай тауының құлама құзына барып бекінген қазақтардың 8 жастағы баласынан бастап қолына мылтық ұстауға жарайтын қарияларына дейін соғысты. 1947 жылы Оспан сарбаздары күллі Алтай аймағына шабуыл жасап, Шығыс Түркістан және Кеңес одағының әскерлерін қуып шықты. Сасқалақтаған әскерилер Қазақстан шекарасынан асып қашты. Осылай екінші рет Алтайды азат еткен Оспан сарбаздары бұл жерде көп тұрақтай алмады. Себебі 1949 жылы қазіргі коммунист Қытай үкіметі орнап, оған кеңес елі қосылып, аса ірі күшпен Оспанды Алтайдан ығыстырды. 1951 жылдың басында еріксіз ығысып, Тибет шекарасындағы Қанамбал тауына барған соң, бірге жүрген серіктерін Үндістанға асырып жіберіп, өзі қасында қалған аз ғана әскерін бастап қайта бұрылады. Жаттың жерінде тірі жүргенше туған топырақта сүйегім қалсын деп бекінген Оспан Батыр ақыры осы жылы қолға түсіп Үрімжі қаласында атылды. Қазақ тарихында 1789 жылы Сырым Батыр Датұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс 17 жылға созылды. Одан кейін 1836-37 жылдардағы Исатай Махамбет көтерілісі, 1837-1847 жылдары өріс алған Кенесары бастаған қозғалыс,
1856-1857 жылдары Жанғожа Батыр, 1855-1858 жылдары Есет Көтібарұлы бастаған көтерілістер, ең соңғысы 1916 жылғы ұлт азаттық қозғалысты бәріміз білеміз. Жоғарыдағы Алтай қазақтарының 11 жылға созылған көтерілісін қазақ тарихындағы ұлт азаттық қозғалыстардың заңды жалғасы деп таныған дұрыс.